Біз осы үшін күрестік. Біз қиналдық. Бізді алдап арбаған болатын. Біздің жерімізге қауіп төнгендіктен әрекет етуге тура келді. Біз отанымызды қорғау үшін бәріне төздік. Біздің балаларымыз еркін болу үшін қолымыздан келгеннің бәрін жасадық. Бұл күн біз үшін ұлы күнге айналды. 1990 жылы 25 қазанда Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің депутаттары Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылдады. Бұл құжат халықтың өмірін мәңгілікке өзгертті. Осы құжаттың біз үшін маңыздылығы неде болды? Бұл біз күрескен Қазақстанның шынайы тәуелсіздігін алу жолындағы ең маңызды қадам болды. Осы декларацияның арқасында Қазақ КСР биліктің бірден бір қайнар көзі халық болатын егеменді мемлекет болып жарияланды. Құрметті Қазақстан Республикасының азаматтары мен азаматшалары, сіздерді қазан айының 25 жұлдызында тойланып өтілетін Республика күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздердің отбасыларыңызға зор денсаулық, қажымас қайрат, шығармашылық табыс тілейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Күнінде жарқырайық және аспанымыз ашық болып, бұлбұл құстай сайрайық. Республика күнімен құттықтаймын елімді, байрағымыз желбіреп, биік етсін сенімді. Бүгінгі бұл мерекең құтты болсын қазағым, Республика күнінде кіре түссін ажарың.